ауыл тұрғындары, құрметті Грeenlink компаниясы өкілдері, бүгін 2025 жылы 21 ақпанда сағат 10-ға алдын ала бекітілген қоғамдық тыңдау Грeenlink компаниясының өкілдерінің қатысуымен сағат 10 болды. Оның уақытында хабарландыруға бәріне хабарланған, ауыл тұрғындарына Созағын газетіне хабарланған, телеарналарға хабарланған, осы күннің өткізу туралы. Бірінші қоғамдық тыңдауды өткізудің регламентін бекітіп болсақ, тапсырыс беруші Грeenlink компаниясы, тақырыбы Грeenlink компаниясының жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің алдағы бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары, жоспарлары, жобалары бойынша алдағы уақытта атқаратын жұмыстар және экология бойынша іс-шаралар, жоспарлары. Баяндамашыға 10 минут, баяндаманың талқылауы 10 минут, қоғамдық тыңдауды қорытындылап, жалпы 40 минут, 1 сағат көлемінде аяқтасақ, ұсыныс пікірлеріңізбен. Қарсы емессіздер ме? Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің әкім аппараты өкілінің төрағалық етуімен және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Сондықтан жиналыс төрағасына өзім ұсынамын, Естауов Сәулет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып, осы жерде арамыздан бір кісіні ұсынамыз. Бұл кісі Әділбекова Малика Үмбеталиевна, баяндамашы, бәрін жазып отырады, сіздердің ескертулеріңізді, ұсыныстарыңызды. Сондықтан хатшыға осы кісіні ұсынсақ, қарсы емессіздер ме? Хатшы болуға Әділбекова Малика Үмбеталиевнаны сайлаймыз. Енді сөз баяндамашыға берейік. Саламатсыздар ма? Менің есімім Әділбекова Малика Үмбеталиевна. Осы бүгінгі қоғамдық тыңдаудың Грeenlink компания жауапкершілігі серіктестігінің жобалаушы мердігерімізбіз. Сол кісілерге осы жобаны дайындап беріп, осы қоғамдық тыңдауларды өткізіп беріп жатырмыз. Қазір мына қағазға қатысушылардың аты жөндеріңізді қол қойып. Жалпы бүгінгі қоғамдық тыңдауымыз Грeenlink компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің келесідей жобалар, яғни шекті нормативті шығарындылар, қалдықтарды басқару бағдарламалары және өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және қоршаған ортаның қорғау іс-шаралары, жоспарлары, жобалары бойынша өткізілген деп отыр. Ары қарай, яғни қоғамдық тыңдаулар. Түсіндіріп мынау жаңағы алдында не болады ғой, қол қойдың бұл қабылдап қойдың жер берілген емес. Бұл жерде бұл кісілердің қатыстым деген тіркеуі. Бұл жерде айта кетейік, бұл салынып қойған, қазір жұмыс істеп жатқан проект бойынша қоршаған ортаға қандай әсерлері бар, сол туралы айтады. Жаңадан завод салып жатқан жоқ, жаңадан құрылыс жүргізбейді. Бұрынғы қазір бар жағдайды қалай жинап жатқан, қалай қоршаған ортаға әсерін тигізіп жатқан, сол туралы. Жиналысқа қатысты туралы бұл тіркеу барлықтарымыз қоя беріңіздер оған. Қатысқан адамның саны. Яғни қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес, яғни 1 және 2 санаттағы объектілерге экологиялық сараптаманың жариялығы осы қоғамдық тыңдаулармен қамтамасыз етіледі. Яғни қоғамдық тыңдаулар 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 жылғы қағидалар негізінде өткізіледі. Яғни ережеге сәйкес 33 күнге дейін осы қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландырулар берілген болатын. Яғни олар 2025 жылы 8 қаңтарда Созақ үні газетінің номер 2 санында жарияланған және де Отырар телеарнасында ақпараттық жүгіртпе жолында жазылған болатын. Яғни бұл жерде тапсырыс берушіміз біздің Грeenlink компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, яғни бұл жобаларды жасаудағы негізгі мақсатымыз біздің табиғат пайдаланушының қоршаған ортаға әсеріне рұқсат алу жаңадан. Яғни жалпы Грeenlink компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігі технологиялық ұңғымаларды, тік ұңғымаларды, өндірістік бұрғылауды, қайта бұрғылауды салу және игеру бойынша қызметтерді атқарумен айналысатын компания. Яғни нормативтік жобалар бізде 2025 жыл мен 2028 жылдар аралығында
рұқсат алу сол жылдарға рұқсат алу үшін жасалынған жобалар. Яғни компания әртүрлі мақсаттағы ұңғымаларды бұрғылау, күрделі жөндеу және ілеспе қызметтерді көрсету бойынша жоғары технологиялық мамандандырылған жұмыстарды жүзеге асырады. Компанияның негізгі бағыттары бұрғылау жұмыстарының барлық түрлерін жедел орындауды қамтиды. Жоғары білікті қызметкерлер мен өзінің заманауи жабдықтары компанияға жоғары сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Жұмыстың мақсаты, яғни учаскелерді түп ұңғымаларды өндірістік бұрғылау жұмыстарын жүргізу. Номер 1, 3 және 4 Буденновск кен орнында 2023 пен 2028 жылдар аралығында жұмыстар жүргізіледі. Және де 6-7 Буденновск кен орнында 2023 пен 2025 жылдар аралығында. Номер 2 Буденновск кен орнында 2024 пен 2028 жылдар аралығында және Ардала кен орнында 2024 пен 2025 жылдар аралығында тік ұңғымаларды қазу жұмыстары жүргізіледі. Өндірістік база мен Вахталық қалашық Түркістан облысы Ақсүмбе ауылынан солтүстікке батысқа қарай 25 км жерде Бетпақдала қыратының аумағында орналасқан, яғни картасы көрінген мына жерде. Ал номер 2 Буденновск кен орны Бақырлы ауылынан 50 шақырым жерде орналасқан. Құланды кенішінде номер 1, 2 және 4 Буденновск кен орындары Ақсүмбе ауылынан 50 шақырым жерде орналасқан және Ардала кен орны Қыземшек ауылынан солтүстік батысқа қарай 61-62 шақырымда орналасқан. Мына жерде орналасқан орындары және арасындағы қашықтықтар көрсетілген. Және де мына алдыңғы кестеде бізде осы дриллинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің келесідей Ақбастау, совместное предприятие Буденновск және Қаратау ЮГХК секілді мекемелерде жұмыс жасау қазу жұмыстарының қаншалықты саны көрсетілген, қай жылдары қанша ұңғыма қазылатыны. Ары қарай жұмыс тәртібі тәулігіне 24 сағат жұмыс істейді, жылына 365 күн тоқтаусыз жұмыс істейді, яғни вахталық режимде жұмыс істейді. 15 күнге созылатын вахталық жұмыс күні, яғни ауысым ұзақтылығы 12 сағат. Бір тәуліктегі ауысым саны 2. Жұмысшылардың саны жалпы 401 адам, бірінші вахтада, екінші вахтада 412 адам. Сумен қамтамасыз ету жүйесі суларды, ауыз суды арнайы ыдыстарда тасымалданады, яғни техникалық су жер астынан арнайы ұңғымадан алынады. Су айдау жүйесіне келетін болсақ, ол кәріз сулары толықтай бетондалған септиктерге құйылады және ары қарай не бойынша, келісімшарт бойынша арнайы мекемелерге алып кетеді. Яғни шекті нормативті шығарындылар жобасын жасағанда өндірістік база мен вахталық қалашық аумағында бір ұйымдастырылған, 35 ұйымдастырылмаған ластауыш көздер есептелінді, ал геотехнологиялық алаңдарда бір ұйымдастырылған және де 11 ұйымдастырылмаған ластаушы көздер анықталды. Геотехнологиялық алаңда бұрғылау жұмыстарын жасаған шлангдарға тапсырыс берушінің арнайы шлангды сақтауға арналған шлангонакопительдерге апарып салынады. Қазылған шлангдар және бұл қалдықтарды дриллинг компани жауапкершілік шектеулі серіктестігі жұмыс жасап жатқан мекемелер өз жауапкершілігіне алады. Яғни қалдықтарды есептеу барысында келесідей қалдықтар түзіледі деп есептелді. Яғни олар майланған шүберектер, ескірген қорғаныс киімдері, күнделікті тұрмыстық қалдықтар, дәнекер қалдықтары, пластмасса, қара металл мен түсті металдар, майланған сүзгілер, машиналарды жөндеу кезіндегі майлы шлангдар, қолданыстан шыққан автошиналар. Жалпы жылына 88-65 тонна қалдықтар түзіледі деп есептелді осы жоба бойынша. Және де жалпы бұрғылау алаңында 2025 жылы 80.814,31 тонна, 2026 жылы 43.269,24 тонна, 2027 жылы 41.2
41.827'de 61 tonna, 2028 жылы 42.373'de 85 tonna буровой шлам түзіледі деп есептелді. Алға қарай. Жалпы осы жалпы жасалған жұмыстар бойынша осындай жылдық нормалар есептелді. Осы 25 пен 28 жылдар арасына рұқсат қағаз алуымыз керек деген нормативтер. Жалпы өздеріңізге рахмет, сұрақтарыңыз. Баяндама жөнінде сұрақтарыңыз бар ма? Мынау жағы 2028 жылға исламның капиталдеріңізге бағытталып, сұрақ этап 42 мыңда бірдеңе болып 50 мың тоннадай болып тұр ғой жобамен. Ал жағына мен толық назар салып үлгермей қалдым. Осыны жою, залалсыздандыру несінде сіздердің компания заказ беруші компанияларыңыздың қаншалықты несі қауқарлы шамасы қанша? Біз жоқ оған залалсыздандыруға ол кісілер өздері емес тікелей подрядный компания жалдайды ма? мен осы дрелинг компаниясында бас эколог болып жұмыс істеймін. Менің аты жөнім Ақбота Исмаилова. Біз осы природопользователь болып табылмаймыз. Біз кен өндіріп бермейміз. Кен өндіретін компанияға біз ұңғыманы салып береміз. Сол себепті де буровой шламдарына жауапты болып табылады. Ол ТО СП Буденовский. Біз солардың біздегі екі ортадағы келісімшарт бойынша пайда болған бұрғылау шламдарын біз солардың шламонакопительіне апарып төгіп береміз. Ары қарай оны олар не істейді, қалай істейді, ол олардың шаруасы. Бас неге Буденовскийді өткіземіз дейсіздер ғой? Иә. Жауапты болып, ары қарай өздері табылады. Иә. Бұлардың өздері ол кісілерге қызмет жасайды. Иә, біз оларға ұңғыма салып беру бойынша қызмет атқарамыз. Сіздердің компанияларыңызда осы 1-2 жыл болды. Бұның алдында бір 20 жыл бұрын дрелинг деген компания болған. Одан бір сондай жағдаяттар болып, кейін қайта құрылды. Сосын бұл компанияның жаңағы несі қаншалықты деп сұрақ соған аясында болады. Мына буровой шламдар түзілген жаңағы жылдық нормасы тікелей өзінің мойнында ма деп түсінікті болды. СП Буденовский мойнында. Өздерінің шламонакопительдері Түсінікті. Сұрақтарыңыз? Görüşürüz. Шұңқыр болғанда мынау боровай жер қазып жатқандарға кім жауапты? Мысалы жаңағы айтып жатсыздар, барлығын тастай қыламыз. Жаңағы қолғапты, аяқ киім бәрін тастай жауып қоямыз дейсіз, жаппайсыздар, өтіп кетесіздер. Мен анау күні неге бір бардым? Мына Буденовский мына жерге қазып жатқанын бәрін аралап, ал енді экологиялық тазалық дейді. Сіздердің мына боровай жүргізіп жатқан жердің барлығы кислота сасиды. 10 километрге шейін. Қай жерде? Қазір Ақсүйредегі былай қарай жатыр ғой, 100 ба, білмеймін, 1000 ба, санына мен жете алмадым оны. 30-40-ын санадым, одан кейін өзім миым ашып кетті. Ал енді соны аралап жүрсеңіз, тек кислота сасиды. Кислота. Енді сіздер үйленіп кеткен болуларыңыз керек, күнде ауа шығып жүргеннен кейін. Ал енді сырттан барғанда барлығы кислота. Сосын жердің барлығы кез келген жерде салапан, кез келген жерде аяқ киім, кез келген жерде қолғап. Ал енді біздің сіздерге әшейін айтамыз да қоямыз. Бірақ сіздер жерді алғаннан кейін, соны пайдаланғаннан кейін, сол жердің экологиялық тазалығын сақтауға міндеттісіздер. Ал енді тазалық деген жоқ ешқандай да. Сіздердің мақсаттарыңыз жерді қазып, уранды алу, содан кейін мынау адамдардың не болса ол болсын. Ал енді мен көріп, біліп айтып отырмын. Сәкен өмір іште берген жоқ. Қаратаудың ішінен басқа. Сіздің сұрағыңызға мен аралап айтып, ар жақтағы Буденовский шейін бардым. Бер жақта 3 завод, анандай елді мекен сияқты заводтар тұр ғой. Соның бәрін көрдім.
ақыл көрейінші. Сізді кіргізбейміз деп Неге кіргізбейді? Жоқ, ол сіз айтып отырсаңыз ол Ал енді сізде бұл сіздерге болмауы мүмкін. Иә. 6-шы, 7-ші участок. не дейді ғой? 6-7 участокте біз ол жерде только бұрғылау жұмыстары. Иә. Бұрғылау жұмыстары. Иә. Только бұрғылау Бұрғылау жұмыстары. жұмыстары. Ешқандай уран шығып жатқан жоқ пока. Ол қазір емес, ол уран шығарып, әлі кислота ол жерге төгіліп жатқан жоқ, кислотамен закачка жасалып жатқан жоқ. Біздің компания бұрғылау, біздің жұмыс бұрғылаймыз, шығарамыз, қойып кетеміз. Дұрыс қой, сол бұрғылаудың. Ол келешекте ол әзір болмайды. Менің айтып отырғаным уранды айтып отқан жоқ. Иә, сіз кислота деп отырсыз ғой. Мен кислота. бізде Ал енді ананы Бізде бұрға. кислота қолданбайды ғой. Ал енді сол жердің барлығында кислота шығып тұр. Жоқ, сол сіз қай жерде айтып тұрғаныңыз сіз біліп тұрған сол болып тұр ғой. Жаңағы үштік дейді ғой. Үштік дейді ғой. Үштік. Сосын ары қарай ол жаңағы қабақұлақ. Осының бұл кісілердің радиосына жатпай тұр осы. Жоқ, ол біз 6-шы, 7-ші. жоқ, 6-шы участоктен Ақсүмбеден кейін өткеннен кейін ары қарай бір 25 километр кетеді. Шығысқа қарай кетеді. Сосын бір жердің өзінде 35-ге шейін бұрғыл тұр. Бір жерде, бір шұңқырдың өзінде 35 жаңағы бурабек тұр. Бір жердің өзінде 35. Ал енді оның жоғары жағында және сондай ой, сосын артынан қарай жағалап кете береді. Ана Қабақұлаққа шейін. Соның маңайының барлығы лас. Ол мен жаңа осы айтып жатқанда айттым, сіздерге қатысты ма, қатысты емес па. Бірақ әркім білгені жақсы. Мен бұны сіздер соны тастайдағы жөндейді деп айтып жатқан жоқпын. Жалпы біздің адамдардың білгені дұрыс. Білгені дұрыс. Мен көріп тұрмын. Ал енді бер жағында мал жатыр ішінде. Бер жағына айтсаң қасып қойғасыздар. ол мына жерде ғой. Жоқ, ане сол жағы бұлде жағы үштіктің ар жағында 6-шы, 7-шінің біреу әйтеуір. Кресемесі жатқан жер olur ғой. Жаңағы Ақсүмбеден бұда қарай 25 километр дедіңіз ба? Тура сол жерде. Ақсүмбенің аяқ жағында шығысқа қарай кетеді, былай сосын солтүстікке кетеді. Соның барлығының жерінде кез келген жерде салапат, кез келген жерде қолғап, аяқ киім. Ал енді оны бараттап, сиырлар барып соны жеп жетеді. Соған барады. Ал аяқ киіммен сіздердің қолғаптарыңызға олар барады. Өйткені біз оларға ешкім тұз беріп жатқан жоқ қой, үйінен. Ананы ашылай ма, сол жаңағы салапанды жейді, қолғапты жейді. Ал енді ол сиыр ертең өлуі де мүмкін. Сіздерге бір сиырдың өлгенінің дымға қажет жоқ. А бірақ мына жақтағы халыққа сол бір сиыр үшін күн көріп отыр. Халық. Біз сіздердің күн көріп отқан ештеңеміз жоқ. Біз өзімізбен өзіміз күн көріп отырмыз. Өзімізбен өзіміз асырап отырмыз қазір. Осы Қаратау территориясында өзіміз малымыз бар, жаңағы қойымыз бар, күшігіміз бар. Өзімізбен өзіміз әрекет жасап күн көріп отырмыз. Біздің сіздерден сұратынымыз жерді ластамаңыздар. Бурит еттіңіздер ме? Бурит еткеннен шыққан анау бүйтіп қоршап қойдыңыздар ғой, 4 бұрыштың. Соның ішіне көмесіздер. Налогымызға, басқамызға былайша енді қиындау да, енді өзімізден ыңғайлап шығып келе жатырмыз ғой, енді ар жақтан бір жақтан. Бірақ енді біздің сыртқа мысалға үшін қоршау істеуге, ремонт істеуге, бір нәрсе алып ана жерге орнатуға ешқандай жағдайымыз жоқ. Қаржы жоқ. Қимылдай алмаймыз еш жаққа. Өйткені оны қимылдап бір нәрсе алатын болсам, менің жұмысшыларым айлықсыз қалады. Сосын амал жоқ, біз жаңағыдай неде отырмыз да. Енді сіздерге үлкен өтініш. Егер қолдарыңыздан келіп жатса, бізге сыртымызға заманауи үлгідегі әжептеуір базар, қоршау, сосын сыртқа балалар алаңын әдемі қыз істеп берсеңіздер. иә, біз сол үшін Ауылымыздың атынан үлкен өтініш. Бүкіл ауыл халқының атынан өтініш. Өйткені пәлен бала бізге қазір. Сіздердің анау бір қоршағандарыңызды қоршап қойдыңыздар ғой.
соның біреуінің несін берсеңіз қаратауды қоршап Бала қалады. ақша болады. иә Бір дені, бір жаңағы. кезінде Қаратауды қоршап қойып келді. бізде біздің компаниямыздың атымыздан осы әлеуметтік жағдай бойынша бас маман Кенжеағай бізде арнайы келіп отыр. Сол кісі сіздің бүкіл данныйыңызды жазып алады. Индира Беркінбаева. Мен сіздерге шабуыл жасап отқаным мына өз жүгірсін деп отыр. Мен айтсам тыңламайсыздар. Ана қалдар өздері жүгірсе әдемі болады. Соткасын Кенжеағай. Менде де мынау әлеуметтік сала бойынша тағы енді мына баяндамасын алды. Жалпы бұл жерде енді жаңа ағамыз қол сіздерге түсіндіре алды ма түсіндіре алмады ма түсінген шығарсыздар. Осылайша ал мен басқаны түсініп отырмын. Мен бәрі функцияны түсініп тұр. Енді мен өз ішіндемін. Енді мына әлеуметтік мәселе бойынша біз көбінесе вақытта боламыз. Мына жерде Буденовский бар, нелер мамандар сіздер сияқты жігіттермен представительдерін келіп кездесемай қаламыз. Отырғанда бір рет кездесіп қалдық. Кеше кейде хабарламадан естігесін келіп шамалы пікірімізді айтып, ол кісілердің жағдайы деп, біздің жағдайымыз деген сияқты. Енді мына жерде жаңағы сіз кеше мынау екі скважина қазылып келатсыздар, ал маған бір осы өзім жеке өзім үшін де, жеке мен үшін бірақ жалпы елге қалды ғой, рахмет. Бірақ осы тікелей заказчығы СП Буденовский болды сіздерге, дұрыс па? Солай ғой? Енді сіз сәлдәріңіз СП Буденовский, ол СП Буденовскийге біз өз арада осында жарты жыл бұрын жазда сіздер сияқты нелерге келді, заңгерліктер келді, бәрі өз арада отырып әңгіме болып сондай шеттік көмектен әлеуметтік несіне осы біздің жерді пайдаланып қандай көмектер бар, осындай мәселелер көп талқыланды. Сол мына қариялар болды. Бірақ сөзіңізді бөлейін, ол оңғыма үшін заказчик ТО СП Буденовский болғанмен олар бізге ақысын төлеген жоқ. Біз бұның шығынды өзіміз көтердік. Дрелинг, иә, өз шығынымызбен біз, иә, біз өзіміз көтердік шығынды. Иә, жоқ, қаржыны ТО СП Буденовский төлеген жоқ, біз өзіміз төледік оны. Иә, біз сол үшін оны атап өттік. Біз, иә, ешқандай шығын болған жоқ. Бізден ғана шығын болды ол. Осындай мәселенің ағалары бар, қарындастар бар, осындай мәселені отырып бір өте шешім таппай тұрады. Ол кісілер ойланып келді, дәл бізде деді, бізде борауы жоқ деді. Ол түсінікті нәрсе. Мен түсініп отырмын, біз подрядчикке беруіміз керек деді. Біз бұны деді, қазақтың бұрынғы хат жолдауымыз керек деді. Біздің лимитімізге бұл смотря екі скважина сұрап отыр. Екі скважина менен приблизительно сұрап отыр. Біреуі 730 метр, біреуі 400 бірдеңе деді. Біреу 12 мың, 20 мың миллион деп отырмын деді. Өзім жобада. Енді бұл ақша қалай не алады? Сосын ол жігітке болсын бәрін қалғайды. Жарайды, біз хат жолдап атын бұрыннан көрейік деді. Біздің лимитіміз көтермесе, біз екінші Ақбастаумен согласовать етсек деді, қазақтың бұрын хат жіберіпті. Егер екінші нелердің Ақбастау лимиттеріне көмек беретін болса, давно деп айтты. Содан бір-екі айдан кейін сіздердің компанияларыңыз нелер келді, бұрғылауды бастап кетті. Енді маған осы жоққа енді мақұл енді. Сені сол 20 миллионды жаңа кім ол қаражатты сол жіберді ма, кім берді? Ол қаражат ешкімге ешқандай қаражат түскен жоқ. Ешкімге бізге мынандай қаражат төленеді деген жоқ. Біз просто естіп білдік. Бізге айтылғаны осы жерде Қаратау өңірінде жаңағы малдың су қажет деп осындай бұрынғы еріскі артизан бітіріп барған деді. Сол жерде скважина суға дегеннен кейін біздегілер просто өзімізден алдық та скважинаны әкеліп қойдық, өзіміздің үлеспендік техниканы әкеліп қойдық, бұрғылап болды. Сонымен шығардық, сөйтіп Қаратау атынан осылай сақтамыз егілді. Бұл мен күнделікті мүмкіндік болып жатқан жоқ, мынау бүгін мүмкіндік пайданы сұрап жатырмын. Сіз айтып отырсаңыз дұрыс, иә. Мынау сіздің компанияларыңыздың атынан болса, көптен көп рахмет, мың алғыс. Одан кейін жағынан тағы да мәселелерді қыздар тағы айта кетіп, мен енді көп уақыттарыңызды алмайын. Ағаларымыз айтып жатыр, мен өндірістік бөлім производство мәселеден барма деп жатқаным. Бізде сіздердің основной біздің Созақ ауданында бұрғылаудың бар, біздің Созақ ауданында. Бүкіл қазақтың бұрынның 95% Созақ ауданында. Ендігі
сәл әттеген дейтін жер бар. Бізде жұмыспен қамту бізде өте формализмді сіз айтып отқан оның бәрі өте дұрыс. Просто бізде, например, қазір данный момент штат болып тұр. Бірінші вақтада, екінші вақтада қазір сізге адам санағын бәрін айтып тұр ғой. көріп тұрмын ғой. Ал мен айтып отқан сол алдағы мынадай қазір біздің өзіміз алға қойған немізде тағы да бізде бұрғылау станоктарын келетін заказ береміз. Ол келгеннен кейін оған обязательно жұмыс жасайтын специалисттер керек. Бізде даже өзіңіз білесіз, например, Бұрғылау қаласында CBS, например, пампурларында, басқаларында олар даже без опыта даже жұмыс істемеген осы Созақ ауданының балдарын өзіне келіп, сол жерге әрекет жасап үйретеді оларға да. Жоқ, без опыта другое дело. С опытом, жоқ, со стажем балдар барды ғой. Стажем балдар, специалисттер, дайын специалисттер барды ғой. Келген дайын специалисттер бар ғой? Барды. Мен сізге қазір Жапарқұловтың кезінде келді ма? жоқ, Жапарқұловтан кейін. Ол мынау основной бізде 7-ші экспедицияда бар Қаратаудың балдары. Жапарқұловтың кезінде олар барамады. Кейінірек барып жатыр, Жапарқұлов кеткеннен кейін. Қазір Буреген басқарылған Қызылорданың жігіттерді Чиелі кетеді ма? Қалай экспедицияны басқарып жатқанда солай, насколько знаю, солай да берді. Начальник партияны бүгін таңда біздерде қазір дайын істеген жас балдар, бәрімізде балдар бар. Мысалы, сіздер айтып отырсыздар ғой, бар малдайлар келді, дұрыс енді кезінде жұмыс басталып жатқан кезде специалисттер келді ғой. Келген специалисттер қабылдады, алынғандар. Енді ол штат, например, адам санағы штат, адам толықпаған кезде может келді ма? Ол бір кездер айтып отырмын, жаңағыдай болды ғой. Сіз негізде тұрып қалыңыз, қазір біздің Қаратау елін кенжеге. Қаратау елінде так 245-300 үй бар, 300 адамдай бар ма? Сіз соның бір 30%-ін қамтысаңыз да, 30% жергілікті жердің 30%-ін қамтысаңыз, сіз ол кезде почти бүкіл жұмыспен қамтыр едіңіз. Осы адамдар Қаратаудың әр адамы компанияда буровой мастеріміз бар. қалағаттан ең проблема былай. Жаңа мына қыздар сұрақ қойды. Жаңағы балабақша жөнінде. Ал енді соның жай-жағы деді, кеше сіздердің қай жақтан келген адам мына жолды жөндеді ғой. Сонда 3 КАМАЗды әрең сұрап алып, есігінің алдын. Öyle bir sorun yok. Aydın'da küçük bir... Çok dürüst koyuyor. Barmazan. Barmazan. Жоқ, сіз айтып отқаныңыз дұрыс. Бармасаң деп отырсыз да, енді бармасам, жыламасам. Олай ғой. Мәселе ода емес. Ата, сіз, например, ауылдағы болған мәселені бізге жеткізбесе, біз білмейміз. Иә, соны айтып тұрмын. Жеткізбесе, бүгінгі жиналыс қорытындылай келсек, Грелинг компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бағдарламалар, қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жоспары, жобалар бойынша қолдау дейді. Қарсы жоқ па? Қолдаймыз ба? Ал жақсы, рахмет барлықтарыңызға қатысқандарыңызға.